Соғым кезінде мына үш дәстүрді ұмытпаңыз. Соғым дайындататындар да біле жүрсін. Соғым туралы білмейтін жан жоқ шығар. Тіпті ет жемейтін өзге ұлт өкілдері де бұны жақсы біледі. Соғым сою дәстүрі қазақтың ажырамас бір бөлігі, әрі жыл сайын жасалынатын дәстүрлі салты. Соғым союдың пайдасы сол, тәрбиелік мәні де терең. Соғым сою ағайын туыстардың қарым-қатынасын нығайтады. Абысын ажындардың ауызбіршілігін арттырады. Құда жекжаттың сыйластығын жасартады. Соғым соятын үй иесі жон-жосықты білетін болса, соғым кезінде жасалатын дәстүрден жаңылмай, артынан сөз ерте жоралғысын жасайды. Өздеріңізге мәлім, соғымға арналған мал бір күнде таңдалмайды. Оны 2-3 ай алдын ала орнынан қозғамай, жемдеп баптайды. Сосын әулеттің үлкендермен ақылдаса отырып, соғым күнін белгілейді. Сонымен, соғым кезінде қандай салт жасалатынымен танысып алайық. Соғым басы. Соғым күні белгіленгенде ағайын туыс, көрші-қолаң, дос-жаран және малды соятын қасапшы жігіттер арнайы шақырылады. Соғымға арналған малға пышақ тигізбей тұрып, ауыл ақсақалы Құран оқып бата береді. Ақ бата алған жігіттер өз жұмыстарына кіріседі. Бұл кезде әулеттің кіші келіндері жылысу мен үлкен тұстарды дайындайды. Қасапшы жігіттердің берген ішек қарын тазалауға білек сыбанып кіріседі. Ал үлкен абысындар соғымның өкпе, бауыр, жүрек, етінің бір кесегін кесіп алып, қуырдақ дайындайды. Міне, бұл қуырдақ соғым басы деп аталады. Бұл тағамнан соғымға жиналған қауым ауыз тиіп, өздерінің ақ тілектерін айтады. Сыбаға. Қазақ халқының дарқандылығын танытатын ең көркем қасиеті сыбаға үлестіруінде. Тойға, жиынға келе алмай қалған жақынына сыбаға беру негізгі дәстүрімізге айналып кеткендей. Сол секілді, соғымға келе алмай қалған алыстағы ағайынға, тұрмыстағы қызға, құда-құдағиға арнайы сыбаға бөлінеді. Оны үй иесі өзге еттен бөліп алып, әркімнің өз сыбағасын жеке-жеке бөліп қояды. Егер мүмкіндігі болып жатса беріп жібереді, немесе сыбағаңызды жеп кетіңіз деп арнайы үйіне қонаққа шақырады. Міне, осы кезде сыбағаға арналған етті асып, сыйлы қонағын риза етеді. Қол кесер. Бұл дегеніміз соғым сойған қасапшы жігіттерге берілетін сый. Сайманын сайлап келген жігіттер өз ісін тыңғылықты атқарып, үлкендердің алғысын алған соң, үй иесі оларға да етінің тиісті мүшелерін салып береді. Ақысына риза болған жігіттер де көңілді қайтады. Соғымды сою берекеңізді арттырып, ниетіңізді жақсартады. Жаныңызға жақын жандардың жиналуына септігін тигізеді. Алла тағала пейіліңе қарап несібеңмен ризығыңды береді емес пе? Қазақтың қазаны әрдайым асулы, соғымы дайын болсын. Жейтіні жілік, көретіні той болсын. Ал құрметті көрермендер, сіз соғым сойған кезде қандай салттар жасалатынын білесіз бе? Ойларыңызды ортаға салып отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Аман, сау болыңыздар.